эсик ашылмайт. Әуре болмаңдар. Адамда бөлмелеріңе барыңдар бар. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lies. Keep it low, cause you're dropping it down. We gon' boogie to the sundown, no. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can we tune it out? Show you all I know, let me ease your mind. Can I? By 6:08, give me another minute of your time. We'll turn it upside down. Can be sick all night. Бұл мектеп ерекше мектеп. Несімен ерекше? Оқушылар әртүрлі, талай жетістіктерге жеткен. Ұстаздары жақсы. Бірақ ең ерекшесі, әр сыныптың түрлі мінездегі бұзықтарын бір сыныпқа жинап, тәрбиелейміз деген идеясы. Бірі тыныш отырмайды, бірі орынсыз әзілдермен маза бермейді, ал біреулері ұрыс естімей күндері өтпейді. Қысқасы қиын балалар. Бұлай айтқанда, өздеріңіз көріңіздер. Телефонды өшірсеңдерші, тыныш болсаңдаршы. Так. Тынышталамыз. Бұл не массыздық, Ұялмайсыңдар ма? Апайларыңды ренжітуге. Оны ешкім ренжіткен жоқ. Өзінен өзі ашыламыз жүр ғой. Таң атпай, еще бізге жабады ма бәлесін? Соны айтам, біз не істеп қойыппыз оған? Егер қолынан келмесе, істемес мұғалім болып. Мә, апай, директорға жалғызып барғас па? Ұялмайсыз ба? Біздей болмаған балдарыңыздан арыз жазуға. Сендер ұялмайсыңдар ма? Апайларыңды ренжітуге. Не ата-аналарын сыйлауды білмейсіңдер? Не үлкендерді сыйлауды білмейсіңдер? Не масқара бұл, Үлкендерді сыйлау үшін олар да біз сыйласын. Директорға барып жалоба жасамай. Өте дұрыс айтасың, сестра. Біздің де құқығымыз аяққа таптамау керек. Құрметті сынып жетекшісі. Мен құқықтарын тапталатындай не істедім сендерге? Тиктогыма видео түсіруге, іңкәр екеумізге кедергі жасадыңыз. Ұмытып қалдыңыз ба не? Болмайды видео түсіруге сабақта. Апай, біз өз ойымызға келген жасаймыз. Оған ешкім запрет қоя алмайды. Өз жол дұрыс айтасың, Нұрсая. Біз айрылы қоғамда өмір сүреміз дейсің ғой. Жалпы бастауды қойыңыз, апай. Егер ұнамасақ, кетіп қалыңыз. Біз қандай солай қабылдауға міндеттісіз ғой? Бізді ата-анамыз қойдыра алмағанда сіз қойдырам деп ойлайсыз ба? Олай болмайды, никак. Қысқасы айтқанда, апай, біз ешкімнен қорықпаймыз. И солай болып қала береді. Қалай айттыңыздар? Бұл балаларды енді қандай жолмен тәрбиелесем болады? Мұғалімін тыңдамаса? Ата-анасын тыңдамаса? Бұл заманда бұл заман. Не істесем екен? Ойлан. Мен бұларды басқаша жолмен тәрбиелеймін. Қандай жол? Менде в общем бір идея бар. Әке, қалайсыз? Ой, келдіңдер ме? Иә. Әке, мен сабақтан 5 алдым. Ал мен есеп шығардан 5 алдым. Ой, жарайсыңдар. Бар, киімдеріңді ауыстырыңдар. Қазір шай ішеміз.
қайда барамыз деді өзі. Бұлар ойларын өмір ашып айтпады ғой. Жасыратты жүреді. Соны айтам. Тағы бір жерге барып ақылдарын айтайын деген шығар. Басқа не керек дейсің оның қолдарынан? Мен кеше ата-анаме ұрыс қалдым. Ананы істе, мынаны істе. Надоело уже, беттерін айтып тастадым. Менде де дәл солай болды. Неге осы телефон сағанымызды көрсе біртүрлі болып кетеді? Заманнан қалып кеткен адамдар ғой негізі. Ой, олар телефон сөзген ғой. Сондықтан да біз сияқты заманауи адамдар түсінбейді. Бесполезно. Телефон демекші Бақжан? Сен новый телефон алам деп жатыр едің ғой? Чота көрінбейді ғой. Ачо, сомнениең бар ма не? Аламын. Әкем айтып қойғам, алып бер деп. Алып бермесең, үйден кетіп қалам дегем. Алып береді. Қайда барады? Айтпақшы, Айзере бір ретте интернеттен көрген косметика заказ бердің ба? Мен беріп қойдым. Конечно бердім. Сенен қалады дейсің ба? Келеді жақында. Қандай косметика? Маған неге айтпайсыңдар? Мен де заказ берер едім. Не, сендерден киіммін ба? Іздеп тауып ал өзің. Чотам Руслан PlayStation'ға барамыз ба? Әлде Алмұратта жаңылсын есіңде ма? Тоқым жетпей қалатын шығарсың. Барамыз, тоқпауын ғой менде. Бір жеңістен тоқынан сынады деп ойлама. Базар жоқ, көрейік мықты екен. Бауырым, көлік қалай жүріп тұр ма? Иә, шауып тұр ғой аға. Так, жүріп тұр ма? Бұзылып қалмайды? Ой, о не дегеніңіз аға? Барады ғой, жетер жеріне жеткіземіз. Біраз ұрамдысың ғой. Былай, сенен өтініш болып тұр. Кішкене балдарды табиғат көрсетейін деп қуантып сюрприз жасап әкетіп бара жатырмын, былайша айтқанда. Соған жарты жолда балаларға қызық болсын, көлік бұзылып қалды десек. Қалай? Жоқ, енді бұзылмайды ғой, көлік бұзылып қалды деп айтсаң болды. Ары қарай мен енді балдар сол сәтті пайдаланып кішкене табиғат көрсін деп жатыр. Сюрприз ғой да, кішкене. Соған балдарға ештеңе айтпаймыз, қызық болсын. Сен көлік бұзылып қалды дейсің болды. Ары қарай өзім барлығын жайғастырамын. Кішкене қосып жібересіз ғой. Жарайды, уайымдама. Мен ана баланы туралай берейін, Иә. Так, барлығымыз түгелміз ғой, Қайда баратынымызды айтпадыңыз, Чота. Директор мырза. Оны бара көресіңдер. Көп сұрақты қойыңдар. Так, кеттік онда. Life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful when you feel life gets you down, down, down. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Son кезде не бәкенің көңіл күйі болмай жүр. Мұшт маман сағынады. Мен де маман сағынам.
Мен де мама сағынам. Білгенмен осылай боларын. Нормально машинада таба алмайды бұлар. Отырғанымызға 1 сағаттан асып кетті уже. Надоело уже. Соны айтам, оларға ренжуге де болмайды негіз. Шеттерінен жүрген неудачниктер ғой. Связда жоқ қой еще. Қайда бара жатқанымызды айтқан жоқ па еще? Отырмыз енді айдалада. Ей, жылама бермеңдерші. Олар неудачниктер болса, сендер жылауық боласыңдар. Негізі саған осылай тұрған айдау дейме? Мына сөзген қарағанда солай сияқты ғой. Жоғай, нормал. Білейін бекер келіппін бүгін мектепке ше. Бассейнге барам деген пландарым бар еді негізі. Барын құрттымнан директор ше. Пландарым болса бармадың ба? Сен ешкім қинап шақырған жоқ қой. Соны айтанда, өзінің проблемасын айдаладағы біреуге жапқаны қалай кетті? Ана шеу қайда кетті? Маньякқа ма арбалет тапқан жоқ па? Барып көрейік та. В натуре, 1 сағаттан асып кетті. Жүріңдер іздеп барып қайтайық. Абайлаңдар, ей. Қайда кеттіңдер? Айналаны аралап қайтамыз. Алысқа кетпеңдер, адасып кетесіңдер. Окей. Қыздар, сендер ма? Қыздар, қуасыңдар ма сендер? Шошыттыңдар ғой адамды. Қайда жүрсіңдер? Табиғатпен танысып жүрміз типа. Сіздерсі қайда бара жатқаныңызды айтпайсыз ба? Мен сендерге айттым ғой, бара көресіңдер деп. Так, балалар. Көлік дұрыс жұмыс жасамай тұр. Жақын жердегі шеберханаға апаруыңыз керек. Сол себепті осы жақын маңда менің туысым бар. Көлік ұзаққа жарамайды. Сендер сонда боласыңдар. Көлік жөнделген соң сендерді алып кетем. Түсінікті ма? Ал енді отырыңдар. Ол, тез. Шаршаған жоқсыңдар ма? Жоқ, әке, шаршамадық. Ұзақ кеппелінбе сол деген жоқсыз ба? Әй, жоқ, шөлдеген жоқпын. Әке, бірдеңе керек болса айтыңыз. Жарайды, айтарым бірдеңе керек болса. Жұмысымызды жалғастырайық. Ай, сендердің қарындарың ашқан жоқ қой? Жоқ, әке, ашпады. Балдар, түсіңдер. Көлік жөнделгенше осы үйде боласыңдар, түсіндіңдер ма? Жүріңдер, ішке кіреміз. Балалар, бұл кісі менің туыс ағам болып келеді. Сендер көлік жөнделгенше осы жерде боласыңдар. Жөнделген соң мен сендерді өзім алып кетем. Түсінікті ма? А чё, біз не? Түрмедеміз ба не? Көп сөз қойыңдар. Айттым ба, тыңдаңдар. И все. Ал, жақсы аға. Жақсы. Ал, қош келдіңдер балалар.
қыздар, енді мына дырада қанша уақыт отырамыз? Связь да жоқ қой еще. Түсінбеймін, осы телефонсыз қалай өмір сүреді адамдар. Колхозники, блин. Еще қайда баратқанымызды да білмейміз. Хотя бы соны айтып қойса болады ғой. Заманнан қалып кеткен адамдар тұра береді, связь жоқ жерде. Соны да білмейсің ба? Колхоздың аты колхоз ғой. Оларға бәрібір. Айтпаш, біз сияқты заманауи адам мен отсталый адамның айырмашылығы осыдан ақ білініп тұрған жоқ па? Мә қыздар, қарындарын ашпады ма? Менің қарным ашты. Мұнайды ішетін бірдеңе бар ма өзі? Қатқан нанның қара судан басқа. Ей қайдам, қатқан наннан менің печеньем артық қой. Білгенде алып шығыппын. Жейсіңдер ме? О, давай. Ей, негізі барлығымыз бірігіп бұл сапардан бас тартуымыз керек еді. Желігіп, келісе салмай. Подозрительно что-то. Маған да подозрительно что-то. Мұна директордан любой нәрсені күтуге болады. Опасно ғой негізі. Қалай ойлайсыңдар? Жиги, не істедік? Осылай отыра береміз ба? Түрмеге қамағанда қанып кеткенін қарасаңдар шана директорым. Есікті бұзайық, чопа-чом не болып жатыр, көрейік. Мен келсем, бұзайық. Бізді бұлай қамы қоюға ешкімнің правасы жоқ. Негіз маған ана кісіні тұры, мұнша қатты ұнамай қалды. Негіз, барлық нәрсеге дайын болу керек қой жеге. Қумаңдаршы, қалай бұзасыңдар? Көрдіңдер ғой жаңа темір есік екен. Бұзалмайсыңдар, әуре болмай қойыңдар. Сонда да көрейік та, бұяқта өйстіп отыруға жалаңа жоқ. Келсен, бұзып көрейік, әрекет жаса. Кім келсе? Мен келсем. Көрейік бұзып. Қастан бастаймыз қазір ма? Жоқ, қазір емес, келіскенімізде түнде. Бірақ жоспармен болсын. Әрине. Есік ашылмайды. Әуре болмаңдар. Адамда бөлмелеріңе барыңдар бар. Сендер десіңдер ма? Не мүмкін? Мүмкін бағанағы кісінің жанындағы екі кішкентай қыз бен бала шығар. Қыздар, ашып көрейік, не болса да. Қыздарым мен қорған, ашпай қойықшы. Директор қайда жоғалып кетті? Оны директор специально істеп отырған сияқты. Естіңдер ма? Қыздар айқайлағандай болған сияқты. Или только маған естіліп отыр ма? Я естік. Оларға не болды екен? Барып қайтайық та?
Дұрыс айтасың. Барып көрейік. Көрейік не болса да. Сен ба? Жоқ, қайдамын? Сен жаққасын. Мен барып көрейін. Жел сияқты ғой. Или естілді ма? Бірдеңе ғой. Кеттік. Барып көрейік. Мүмкін қыздар шығар, әзілдеп жатқан. Мен де солай ойлап тұрмын. Әзілдейтін уақытты тапқан екен олар. Барып сазаларын берейік. Кім олар бізді шошытатын осындай түнде қараңғыда? Қыздар, бұл сендер ма? Шошпаңдар адамды. Қыздар! Кеттік, барып көрейікші. Қыздар білміз. Ақырын түсей. Қыздар, бөлмедесіңдер ма? Даниял, бұл сен ба? Я, біз ғой. Точно сендер ма? Жоқ, әруақпыз. Біз ғой, ашаңдар есікті. Қорқып кетті ғой. Жігіттер, жаңағы дауыс сендер де естідіңдер ма? Я естідік. Біздің есік тұрған сендер емес па? Жоқ, әрине. Ал біздің терезен ұрған сендер емес па? Жоқ. Қыздар, балдар, шынымды айтсам, мен ата-анамды қатты сағындым. Үйге қайтқым келеді. Мен тек солардың алдында ғана ештеңеден қорықпайтын сияқты. Расында, бізді қорғай алатын, бізге қорған бола алатын тек солар сияқты. Енді мына жерден қалай шығамыз? Директор бізді әдеге тастап кеткен сияқты. Мен көзім жетті оған. Мүмкін әлі де келер. Олар бізді осы сыртымыздан кілттеп тастап кетпейтін шығар енді. Біздің күтуден басқа амалымыз жоқ. Негізі бәріне өзіміз кінәліміз. Ештеңенің қадіріне жетпеген соң осындай жағдайға түстік. Дәл жолай. Негізі біз сөзді сабақты оқып, тыныш жүретін болсақ, бұндай болмас па еді? Егер осы жерде аман есен шықсам, ата-анамға мүлдем сөз қайтармаймын. Айтқандардың барлығын істеймін. Ата-анамыздың қадірін осындай қорқыныш жағдайға түсіп отырған кезде ғана біліп отырғанымызға өкінемін. Иә, өте өкінішті. Олар да біздің қасымызда болса, ештеңе де қорқынышты емес екен. Егер аман қалсақ, ешкімге зиянымыз тимейтін тәртіпті тәрбиелі болайықшы.
Я бәрін түсініпсіңдер ғой. Мен бұзықтықты қоя алмайтын сияқтымын. Бұл просто шутка. Жоқ, мен де бәрін түсіндім, негізі сендер сияқты қатты айта алмаймын. Мен де уәде берем. Бұдан былай ешкім намысына тиіп дөрекілік жасамайтын боламын. Так, қыздар балдар. Бұлай отыра бергеніміз жарамайды. Тез барлығымыз мына жерден кетіп қаламыз. Жүріңдер. Сендер ма бізді қорқытқан? Аға, соңғы үмітім сізде болып тұр. Маған сізден басқа ешкім қазір көмектесе алмайды. Түсініңізші. Мен ата-аналардың барлығымен сөйлестім. Барлығы да балаларымыз дұрыс жаққа өзгерсе болды деп тұр. Сізге ешқандай зиян келмейді. Мен оған жауап берем. Сіздің бір көмегіңіз болсыншы. Бізде басқа вариант жоқ. Аға, соңғы өтінішім. Келістіңіз ғой, Рахмет, аға. Рахмет. Бәрі күшті olan сияқты. Я. Балдар, сендер бұларға ренжімеңдер. Қорқыныштың да адамға пайдасы көп. Одан да кеп жайғасып отырыңдар. Мен сендерге басына өткен бір оқиға айтып берейін. Келдер. Мен бала күнінен ерке болып өстім. Бір үйдің жалғыз баласы болдым. Әке-шешем бетімнен қақпай өсірді. Жегенім алдымда, жемегенім артымда болды. Еркеліктен есіргенім соншалық әке-шешем тыңдаудан қалдым. Айтқан ақылдарын пысқырмадым да. Әкем марқұм оқытам деді, не оқымадым. Жұмысқа тұрғызам деді, не оны жартпадым. Өз бетіммен жүрдім. Уақыт келе ішкілікке салындым. Әке-шешемнің тапқан оңды солды шашып әбден есірдім. Әке-шешемнің көзі кеткеннен кейін өкіндім. Өкінгеннен не пайда? Бәрі кеш. Менің күйігімнен асыл жарымнан да айырылдым. Ол да өмірден өтті. Енді отырсын міне, өздерің көріп отырғандай. Қазіргі жағдайым мынау. Бұл өмірде тірегім де, жұбанышым да осы екі перзентім. Балалар, сендерге айтарым. Мына менің істеген қателігім сендер қайталамаңдар. Ата-аналарың сыйлаңдар, білім берген ұстаздарың сыйлаңдар. Бұл өмірде ата-анадан артық жақсы көруші, қолдаушы, қорғаушы ешкім жоқ.
Кешегі бастарыңнан өткен оқиға менің ата-аналарыңмен бірге ақылдасып отырған жоспарымыз болатын. Кешегі сендердің қорқыныштарың, ағаларыңның айтқан әңгімелері сендерді дұрыс жаққа өзгерте ма деген ой болған. Сол арқылы сендерге көрінбейтін сабақ бергіміз келді. Сол көрінбейтін сабақтан көрінбейтін бағалады деп сенемін. Еркіндік деген ойыңа келгенді істеу емес. Нағыз мықты адам өзін тәрбиелей алатын адам. Ұстазды сыйлау, өзіңнің болашағыңды сыйлау. Бүгін мұғалімнің сөзін тыңдамасаң, ертең өмірдің сабағын ауыр жолмен үйренуге тура келеді. Әр әрекеттің өз салдары бар. Сондықтан ата-анаңның, ұстазыңның ақылын тыңдап, тәртіпті, білімді және адамгершілігі мол азамат болуға ұмтыл. Себебі бүгінгі таңдауың ертеңгі тағдырыңды қалыптастырады. Ой, қайт. Оңбағандар. Не саған? Мен бе? Сондықтан да біз сияқты заманауи адамдар түсінбейді. Бесполезно. Камераға қарап отырсың сен. Қарап қалдым. 3 сағат қарап отырдым. Әйте, әсеме? Ағай, мен не ағып айтып жатырмын енді? Давай. Қайттан бастайық. Міне Шымкент қаласынан Қазбек Палуан өгіз өлді салымын салды. Бір көлік және қаланың ортасынан бір пәтер дегенге не жетсін, я? Еще раз басынан дұрыстап. Не бар екен дегенсіз? Ай, шығып көрейік. Шығып көрейік. Дайындаламыз. Сон, аяғасын. Әдемілеп. Заманнан қалып кеткен адам. Сен тексіңмен бастай бер. Начали. Кет. Мен бе? Иә. Ой, ағай басына. Сен деп тұрды. Мойын жинақтап алып, асықпа. Қатқанның қырғышудан басқа. Ойбай. Еще раз. Жесіңдер ме? Қазір емес еді ғой. Шығасың да? Давай, еще раз. Басынан. Еще раз осы сөзіңді қайталап, тура болсын эмоцияны ше. Вообще қыздарға қарашы. Давай. Дайындаламыз. Күлме, хорошо күлмей, дәл осылай қайталап, ақырын. Иә, қала бересіңдер. Қалайсыңдар? Күлмеңдер ше, күлкім келіп тұрады. Күшті ғана ғой, типа несі. Жеп қоймайды ғой. Жеп қояды. Апай сізге қатты естілмей жатыр ма? Ұйықтап отырған ау. Сен айтасың ғой Сәмиді. Күлме, аржима. Айда қойшы. Қыздар. Еске қарайсың ғой? Еске қарайсың. Давай, тез. Күлме. Дайындаламыз. Ой. Есіңдер ма? Сен бір. Бажан сөзің бар еді, бажан деп алдың. Айтпайсың ба? Ағай, тоқтам. Сөзін берсін. Болды. Все, кеттік, дайындаламыз.